Жаңа жыл ең ғажайып мереке. Өйткені бұл күні айнала жарқырап, ал адамдар жадырап, қуанышқа бөленіп жүреді. Неге дейсіздер ғой? Әкемнің айтуынша, күнделікті тірліктің қамымен жүріп, өз арман мақсаттарын жоғалтып алған адамдарды бір сәтке тоқтатып, ертегі әлеміне қайтаратын күн. О, әкем хабарласып жатыр. Қалайсыз, әкем? Мен сіздерді қатты сағындым. Бүгін ұшасыздар ма? Иә, бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты ұшағымыз кеш жақын болып тұр. Жарайды, әке. Бастысы аман-есен жетсеңіздер болды ғой. Анам қалай? Отан, қалың қалай қызым? О, сәлем анашым. Менде барлығы жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Мен сіздерді асыға күтіп жүрмін. Екеуіңізге сыйлық дайындап қойдым. Өз жағыңыз рахмет. Біздің де саған алған күшті сыйлығымыз бар, иә? Тамақ ішіп жүрсің бе? Иә, жарайды, мен телефон тұтқасын қоям. Мектепке жақындап қалдым. Соңғы күнің сәтті өтсін бүгін. Жақсы жаным. Рахмет, әкешім. Кездескенше анашым. Уақыт болды. Бұл жолда мектебіміздің 7 дүркін чемпионы Олжас Тоқаш жерден жеңімпаз атанды. Көрдің бе досым? Тағы да жеңіске жеттім. Егер спорттан осылай жарыссақ, мен сені жеңер едім. Көреміз. Аға, бүгін 6 сабақ болады. Мектептен шыққанда сізге өзім хабарласам. Ертерек хабарласып қойсаң. Әйтпесе мерекелік қар балыстың кесірінен қалада кептеліс. Кешіп қалмай. Айтпақшы, атанаң қаншада келетін болды? Көңіл күйі жақсы шығар, иә? Иә. Айтсаңшы, сонымен қаншада келетін болды? Бүгін түнгі сағат 11:00-де. Сізбен күтіп алуға баратын шығармыз, иә? Таксимен келеді. Менің жұмыс уақытым 8-де бітеді. Онда неге сұрайды екен? Қызық. Оқушылар, бүгін осы жылы мен не істедім деген тақырыпта шығарма жазамыз. Шығармада келер жылға алға қойған мақсаттарыңды, армандарыңды жазсаңдар болады. Апай, бізде мақсатта арман да жоқ. Бізде тілек бар. Олжас мүлдем күлкілі емес. Апай, қайтесіз оны? Олар жас қой. Олжас, осы орынсыз әзілің үшін мен сені сыныптан шығарып жіберме де болады. Бірақ бүгін менің көңіл күйім тамаша. Сондықтан байқамағандай бола салайын, иә? Апай, кешіріңіз. Кіруге рұқсат па? Қатты асығамын деп кешігіп қалыппын. Сенбейбі, мүлдем кешікпейтін едің. Бүгін не көрінді? Тез отыр орныңа. Әріптес қалайсың? Бүгін өткендегі жоспар бойынша жұмыс істейміз. Ұмытқан жоқсың ғой? Менің бастығымның үйіне ұрлыққа түсеміз. Білесің, өздері бай тұрады. Әріптес, мен саған айтайын. Бүгін олардың үйінде кешке дейін ешкім болмайды. Ал менде үйдің кілті бар. Иә. Аха. Апай, сыртқа шығып келсем бола ма? Сенбейбі, тағы не болып қалды? Апай, 5 минутқа. Бара ғой. Рахмет, апай. Апай, мен де шығып келсем бола ма? Шығарманы кім жазады сонда? Отыр. Сымбат келген соң шығасың.
Ей, ақымақ, айтып тұрмын ғой, ақшалар көп. Үйге кіреміз, сейфті іздеп тауып, ақшаны алып, білдіртпей кетіп қаламыз, болды, ешкім байқамай қалады. Жоқ, сен тыңдашы мені. Үйлерінде ешкім жоқ. Иә. Келіп қалмайды. Ол шығардан бұрын маған хабарласады. Иә. Енді қайттым. Сосын айтпақшы, сен қайдасың? Қайда? Қазір алып кетем сені. Айтпақшы, ақымақ, анау сейф ашатын құралдарыңды дайындап қой. Саған не болған? Менің үйіме ұрылар түскелі жатыр. Тыныш отырамыз. Балалар, келесі сабақ болмайды. Бүгін үйлеріңе ертерек қайта берсеңдер болады. Оқушылар, шығармаларыңды менің үстеліме жинаңдар. Қоя беріңдер осында. Сымбат, ұрылар дейсің бе? Сонда қалай? Иә, біздің үйді ұрылар тонамақшы. Сен оны қайдан білдің? Полицияға қоңырау шалайық. Оларды жылдам-ақ ұстап алады. Мен ұялы телефонымды жоғалтып алдым. Сенікіне қоңырау шалайық. Алло, сәлеметсіз бе полицияға? Менің сыныптасымның үйін ұрлықшылар тонамақшы. 4-5 адам, дәу-дәу ағалар. Полицияға ұрлықшылар профессионал секілді. 1-2 адам болса, өзім-ақ ұстап алар едім. 4-5 адамға қосымша күш керек қой. Шын айтам, аға, неге сенбейсіз? Алло, аға. Не дейді? Сенесің бе? Сенбей қойды маған. Қане беш, мен өзім хабарласайын. Алло, сәлеметсіз бе полиция? Біз сіздерге жаңа ғана хабарласқан едік. Иә, біз ғой. Алло? Қап, маған да сенбей қойған сияқты. Енді не істейміз? Қорықпа, мен саған көмектесем. Ол қарақшыларды өзіміз істеп аламыз. Балақай, неге жылап тұрсың? Анашымды таба алмай жатырмын. Балақай, сен жылама. Олар осы жақын маңайда жүрген шығар. Ата-анаңды бірге іздеп тауып алайық. Кет. Жүре ғой. Рахмет. Енді анаңнан алыстамай жүре ма? Жарайды. Әй, жайбасарым-ау. Қайда жүрсің? Айтқаныма 1 сағат болды ғой. Кеш болғанша, Сымбат сабақтан шыққанша тезірек сейфті тауып кетуіміз керек. Тездет енді.
үйде ешкім жоқ сияқты. Олар әлі келмеген сияқты. Ха, қорқақ. Егер олар болғанда осылай ұрып қалар еді. Шынымды айтшы, сен бәрібір қорқып кеттің ғой. Жүр кеттік. Отыр. Тастарың қанша той тарқапты деген. Біз барғанша Лондонда Сымбаттың әке-шешесі келіп қалатын болдық. Қайда жүрсің, ей? Зәке, мен таза емеспін ғой. Шашың болғанға айтайын, ішінде миың жоқ болса. Құрал саймандарыңды алдың ба? Болды, кеттік онда. Міне. Қалай дәмді ме екен? Өте дәмді. Есікті құлтадың ба? Ой, ұмытып кетіппін. Бірақ олар нағыз профессионалдар. Кез келген есікті аша алады. Енді не істейміз? Маған бір идея келді. Маған да жақсы ойлар келіп жатыр. Олар үйге кіргенде көкесін танытамыз. Шынымен, жақсы идея. Әкелбесті. Олжас, қазір тамақ жейтін уақыт емес. Сабырлық, Сымбат, сабырлық. Ауыз ашығанда не істер екен? Үйді тонауға келген адамдар тамақ жейді ме екен? Әлі дәмдастан бас тартқан адамды көрмедім. Ал сенің тұсағыңа ұрылардың түсетіне күмәнім бар. Бәсесеміз бе? Неге? Егер олар менің тұзағыма түссе, сен... 1.90 бойы мен үшін үй тапсырмасын жасайтын боласың. Ал егер сенің тұзағыңа түспесе, сен... Ой, тез, қашты. Бұл. Маған не болған? Ашылып жүреді ғой. Зәке, еріңізші мен көрейін. Есік ішінен кілттеулі сияқты. Ақымақ. Оны кім кілттейді, ешкім жоқ. Уақыт аз қалды, енді бірдеңе қылып аш. Зәке, бұл сейфпен салыстырғанда түк емес. 5 минут уақыт беріңізші. Тезет енді. Сәлеметсіз бе? Сол мына жаңа жылда жаңа қылып қою менің дәстүріме айналды. Жаңа жылды мынау жаңа кілтпен ашып кірсең, табысқа кенеледі екенсің, жолың болады екен, табысқа кенеледі екенсің. Иә. Рас па? Мен де үйім құлпын ауыстырып алмасам онда? Өтірік. Анау әйел күдіктеніп қалған сияқты. Аш енді тез. Таптым. Егер де сенің тұзағыңа түспесе, сен 1.90 бойы мектепке мынамен келесің. Жоқ, мен саған ондай қиын тапсырма айтпадым ғой. Әдемі, саған жарасады деп ойлаймын. Ой, ебедейсіз. Аяғының астына қарамайсың ба? Мен емес, аяғым тайып кетті. Мынады кім тістеп кеткен? Білмеймін, Зәке. Жарайды, кеттік. Бақытты қыз. Қайда? Мына жақта болу керек.
Бірінші тұсаққа түсті. Әрине, ол менің идеям ғой. Мені байлыққа жетелейтін сейфім. Қайдасың? Кез кірсек. Заке, мына үйде біреу бар сияқты. Не істеп жүрсің мұнда? Мен саған айттым ғой, тезірек сейфті алып. Кетуіміз керек деп. Не мынау, пияз ба? Иә. Ешкім жоқ мұнда елестен басқа. Маған сенбейсің бе? Бар тез сейфіңді тап. Қызық маска бар екен. Сымбат. Маған бір ой келді. Олжас, бұның қатыгездік емес пе? Меніңше обал сияқты. Қайырлы кеш, құрметті менің инста достарым. Бүгін міне біз Зәкең екеуміз осындай кереметтей үйге ұрлыққа түстік. Міне кереметтей үй. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Үйдің үлкендігі сондай, біз қазір адасып кете жаздадық мына үйде. Зәкең қазір сейф іздеу үстінде. Зәке? Арасында да біреу бар сияқты ма, қалай болсын? Елес пе әлде? Бұна жақта Зәкеңнің өзі жүр. Зәке, сәлем. Сізбен бір үйге ұрлыққа түскенмен... Ақмақ, не істеп жатсың? Зәке, не істегенсіз? Бүгінгі күн ертеңгі тарих. Енді тарихта бүкіл әлемге көрсетесің бе біздің қылмысты? Зәке, Өшір анаңды. есесіне бұл біздің фишкамыз болады. Өзіңіз ойлаңызшы. Қазір ешқашан ұрлықшы өзінің ұрлығын Инстаграмға салған емес. Бірақ иә? Иә? Ертең қазақта бір жақсы сөз бар. Атың шықпаса, Инстаграмға шық деген. Иә? Ертең оқырмандарымыз көбейеді, жұлдыз боламыз да шығамыз, Зәке. Ей, ақмақ, бар, сейфті ізде. Бол! Зәке, бір аптадан бері алақаным қышып еді. Рахмет саған, алақандарым. Ей, ақмақ, рахметті алақандарың емес, маған айтсайшы. Өй, Зәке, сен білмеуші мен. Алақаның қышса ақшалы боласың. Табаның қышса демек жол жүресің. Ал құлағың қышса сен туралы біреулер өсек айтып жатыр деген ұғым бар емес па? Оның бәрі өтірік. Егер мына бүкіл денең қышса, уақытылы жуыну керек. Моншаға бар дейсің ғой, Зәке. Тезірек шаруаны өтірек, бол. Қалайсың? Қайта туылуыңмен. Мені неге ұрдың? Мен емес сені тоғырған. Онан кейін сен ұрдың ғой. Мен ұрмасам сені тоғыра береді, сосын құтқардым сені. Ақырын тартып алмайсың ба? Қолмен. Екеумізді де тоғырсын дейсің бе?
Қабырғамды сындырдың. Бір қабырға қарсың. Жарайды енді, тұр. Сейфсіздеп табу керек. Жүр, мына жаққа барайық. Сайтан алғыр. Мынаны кім жасаған? Кім деп ойлайсың, Зәке? Аяз ата емес қой әрине. Үйден мынандай елесті тауып алдым. Сымбат, бұл қалай болған? Сен сабақта емессің бе? Сабақтан қашқан жақсы емес. Жақсы емес. Ал біреудің үйін тонаған жақсы ма? Сымбат, сенің әкең және анаң өте бай адамдар. Өмірде жол болған, жағдайлары жақсы, жасарын жасап, асарын асар. Бүгін міне, сәті түсіп тұр. Сіздің үйдегі ақшаны әкең жоқта көрсетпей сұрап алуға келдім. Иә, Берік? Иә. Ал егер кезінде менің әкем сияқты оқып, білім алғаныңызда, сіздердің де ақшаларыңыз көп болатын еді. Осы жалқаулықтарыңыздың кесірінен қазір бұзақылық жасап жүрсіз. Жап-жап ауызды. Балаға қозғалмай отыра тұр. Бұлар ақылды, отбасымен ақылды. Бұлардың көрші иттеріне дейін ақылды. Зәке, бір жағы сөзінің жаны бар. Кезінде оқсақ үйстіп жүрмес едік қой. Бар сейфтізде. Болады. О! Уақыт аз қалып бұл. Жанның барындайды, әкеңнің сейфі қайда? Сымбат, сен ақылды қызсың ғой. Иә, дұрыс. Бізге әкеңнің сейфі қайда екен айта ғой. Біз өз ақшамызды аламыз да кетеміз, иә, айта ғой. Сұмдығай, мұнда не болып жатыр? Зәке! Полиция? Көршіде күдікті адамдар жүрген сияқты. Үй тонаушыларға ұқсайды, иә. Екі адам. Иә. Иә. Зәке! Зәке! Берік, не болды? Өгім тағы. Неге, тоқта!
бұл полиция. Есік ашыңдар. Ұрыларды сендер ме осындай жағдайға жеткізген? Біз тек қана үйімізді қорғадық. Сен батыл қыз екенсің. Қазақтың қыздары дәл осындай батыр болу керек. Досың да сенің қаһарман. Рахмет ағай, сіз де нағыз полиция екенсіз. Дәл кинодағыдай бір аяқ болған кезде келдіңіз. Сендер бір ұстай алмаған үй тонаушылар ұстап бердіңдер. Олар осыған дейін біраз үй тонаған. Үстілерінде арыздары көп. Бұларға енді не болады? Оны заң мен сот шешеді. Ата-аналарың қайда, балақайлар? Менің ата-анам шетелде жұмыс жасайды. Астанаға ұшатын ұшағы ауа райының қолайсыздығына байланысты кешігіп ұшатын болды. Түсінікті. Олай болса, ата-аналармен тезірек қауышуға тілектеспін. Жаңа жылдарыңмен. Рахмет, сізді де жаңа жылыңызбен. Жүріңдер. Зейбек ағам, негізінде біздің үйде ешқандай сейф жоқ. Айттым ой саған. Ой, Сымбат, мені анам іздеп жатқан шығар. Мен кетейін. Олжас, саған көп-көп рахмет. Сен болмасаң өзім жалғыз ұрыларға төтеп бере алмас едім. Енді досымды қиын жағдайда қалдырмаймын ғой. Жарайды онда, жаңа жылда кездескенше, Сымбат. Сау бол. Байлық деген не деп менен сұрар болсаңыздар, мен ойланбастан байлық менің жақындарымның жанында болғаны деп жауап берер едім. Бұл оқиға да тәтті ертегідей аяқталды. Әділдік зұлымдықты жеңді. Арам пиғылдылар құрықталды. Себебі менің көптен күткен жаңа жылымды бұзуға ешкімнің хақысы жоқ. Жаңа жылды осылай қарсыламыз деп кім ойлаған, а? Осының бәрі сен кесірінен. Сен болмасаң бұндай болмас еді. Әкетай, киіп алыңыз. О, қызым, үлкен рахмет саған. О, анашым, мынау аққала ғой. Ал қызым, жан-жарым, бүгін тағы да бір жаңа жылдың есігін ашқалы отырмыз. Осы жаңа жыл отбасымызға, барша қазақстандықтарға құт береке әкелсін. Айтпақшы, Әкетай, анашым, сіздерге дайындаған сыйлығым бар, мінекей. Қызым, айналайын, мамаң екеуміздің дайындаған саған да береді сыйлығын. Көп-көп рахмет. Қандай өтеміз?